Бұйыл мұсылман жұртшылығы үшін қасиетті мейрам саналатын Құрбан айт мерекесі қыркүйектің 24 мен 26-сына келіп отыр. Мерекенің алғашқы күні барша солтүстік қазақстандықтар мен Қызылжар орталық мешітіне жиналған жамағатты облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Әлемдік деңгейде мәртебесі биік діни мереке саналатын Құрбан айт барша мұсылман қауымына ортақ ұлық мейрам. Осы қасиетті мерекенің бірінші күні мешітке жиналған мұсылман жамағатын облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, бұл мейрам халықты бірлікке, ауызбіршілікке, достыққа баулайтын халықтық мейрам екендігін тілге тиек етті. Қазақстан бар ұлттың діні мен тілін сыйлаған мемлекет. Әлемге татулықпен танылған ел. Бұл үлкен мереке күні еліміздің абыройы арта берсін. Ар шаңырақта қуаныш кетпесін. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Таңғы айт намазының алдында облыстық Қызылжар орталық мешіттің бас имамы Кенжетай қажы Дүйсенбай мешітте басы қосылғандарға мұсылман айттың өту тәртібін тізіп өтті. Құран-ы Кәрімде Алла Субхану тағала Құрбан айт мерекесінде Раббыларың үшін намаздарыңызды оқып, шамасы жеткен мұсылман қауымы құрбандарыңызды шалыңыздар деді. Сондықтан да Құдай қаласа, қазір сіздер болып, біздер болып, осы айт намазымызды оқып, айт намазынан кейін мінеге Құдай қаласа құрбандарыңызды бастап шала берулеріңізге болады. Алла Субхану тағала бүгінгі оқылған айт намазымызды құрбанымызды қабыл етсін иншалла. Таңғы айт намазын оқуға ниет білдіріп, Алладан мейірім мен шапағат тілеп келгендердің қатары қалың болды. Өйткені бұл мейрам тек құрбандық шалу, мал бауыздаумен ғана шектелмейді. Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түсетіндігі кәміл. Жиналған жұртшылықта бір-бірін құттықтап, құрбандық пен ниеттің қабыл болуын тілесті. Құдайға тәуба, біздің елімізде тыныштық, егемендік алғалы, жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Осы жалғаса берсе екен деп ойлаймыз. Осындай мерекелер бола берсін, халықтың тұрмысы жақсарып, көңілі көтерілсе, елімізде мықты болады. Айтымыз құтты болсын, бәріміз пәне-қалқат тыныштығын берсін Алла. Жақсылықпен ол келесі айтты аман-есен көруге жазсын. Біріншіден ниет болып намаз қылғандары қабыл болсын, екіншіден құрбандық шаламыз, Құдай қаласа, солың бәрі Алла бір қабыл етсін. Бала шағамыз аман болсын, елімізге, жерімізге Алла тағала тыныштық берсін. Осы мәңгілік ел әрі қарай жасай берсін. Баршамыздың басымызға аманшылық болсын, семьямызға, ұлтымызға, отанымызға бәріне аманшылық беріп, Алла хайырлы етсін, бәріне айтымыз қабыл болсын. Қасиетті мейрамда Алла бұйырған барлық амалдарды орындап, берілетін сауаптан құр қалмауға ұмтылайық ағайын. Самат Сапаралы, Ерлан Қалиев, ақпарат.